Қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай трендтегі ободок пен резинка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кез келген жеңіл мата қажет болады. Матаны екіге бүктеп, осылай ободогымыздың енін белгілеп алатын боламыз. 10 сантиметр деп белгілеп жатырмын. Ұзындығы 2 бүктелгенде 38 сантиметрді өлшеп алдым. Қасындағы ақ жиегін кесіп шығамыз. Одан кейін бізге резинкамыздың матасын кесіп алу керек. Бұның ұзындығы 2-ге бүктелгенде 35 сантиметрді өлшеп аламыз да, ені өз қалауыңызбен, мен жағдайымда 9 сантиметрдей белгілеп алып кесіп шығамыз. Ободогымыздың матасын осылай ұзына бойы бір-біріне қаратып, ұзындығына тігіс жүргізетін боламыз, ал резинкада еніне тігіс жүргізетін боламыз. Бізде тігіс жүргізіліп бітті. Енді бізге резинкамызды ары қарай тігу үшін осылай кері бетін айландырып қойып, қазір ішіндегі тұрған матаны бір-біріне орап, сыртындағы маталар бір-біріне бірдей етіп қосып, 2-3 сантиметрдей ашық орын қалдырып тігіп шығамыз. Ал ободогымыздың матасын оңға қаратып аламыз. Ободогымыздың матасы дайын болғаннан кейін осылай ободогымызды кіргізетін боламыз. Тігісі ортасында іш жағында қалатындай етіп, клей жағып, клейдің көмегімен қазір біз матамызды осы ободокқа жабыстырамыз, орнықтырамыз. Екі шетінен осылай жақсылап клейлейтін боламыз. Сіздер кез келген ободокты қолдана бересіздер. Бұндай железный болмаса, пластмассовый немесе басқа да широкилау ободок қолдансаңыздар болады. Ол кезде уже матаңыздың өлшемі де соған қарай өзгеретін болады. Міне осылай біз клеймен жақсылап орнықтырып аламыз. Ободогымыздың екі жағын енді осылай көрініп тұрған жерге, мына біздің темір ободогымызды жабу үшін, клейлерді көрсетпеу үшін кез келген лентамен осылай орап шығатын боламыз. Тоже клейдің көмегімен жабыстырамыз. Бізге негізі кез келген лента түрі жарай береді. Осылай біз клейленген жерлерімізді жапқаннан кейін аккуратно қиып алып тастаймыз. Ендігі кезек біздің резинкамыз айналдырып бәрі тігіліп шықты. 2 сантиметр орын қалдырылды. Енді біздің резинка основамызды кесіп аламыз да, қазір ілмектің көмегімен резинкамызды кигізіп шығамыз. Оны тігіп аламыз. Егер де сіздерде машинка болмаса, осының бәрін қолдың тігісімен де жасап шығуға болады. Біз резинкамызды тігіп алдық. Енді жаңағы тігілмеген орын арқылы резинкамызды оңға қаратып, сол тігісті жабамыз. Міне біздің ободок резинкамыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай.